Ура, бүгін выходной праздник деп сестрам үйіне келдім. Төркінді әбден шулатайық деп бала шағаны алып, улап шулап. Інім деген екі баланы кезек-кезекпен қарап, мен деген мәзім ғой кәдімгідей рахаттанып, телевизор көріп жатырмын. Дұрыстап қараңдар баланы деп қойым. Сестрам, не болды? Баланы бірінші рет қарап атқан жоқ, біз қараймыз деп қояды ғой. Жат, демала берші деп інім деген сестрамнан сұрап қояды. Мама, бұлар ұзақ қала ма әлі де кете ме, қалсыншы, бір апта қалсыншы деп. Сестрам, уайымдама, қалады. Уайымдама деп қояды. Кәдімгідей мен деген рахаттан бүгін ұйықтайын деп жатырмын. Інім деген бүкіл үйдің барлығын жинап шықты, полдың бәрін сүртіп, кәдімгідей баланың сідіктерін барлығын төгіп, балаларға кәдімгідей үйреніп қалған ғой. Ініме қатты үйрендім, қалыңдар асықпай қайтасыңдар ғой дейді. Сосын мен айттым, не мынау старый каша, давай маған дұрыстап тамақ жасап бер деп, бүгін рахаттанып демалайын десем, бұрқылдап жүр. Все, бұрқылдайтын болсам мен кетем үйге, давайте дедім да. Бүкіл заттардың бәрін жинастырдым, баланы киіндір дедім. Төркінен кәдімгідей кетіп қалдым, ашуланып ренжіп. Қалай ойлайсыздар, төркінді үйсі барып шулатып кеп тұрған дұрыс па? Әлі дұрыс емес пе? Болса кеп тұрыңдар деп кәдімгідей біздің кеткенге қуаныма түсінбей қалдым.